Наурызбай шешен ердің құны. Оқыған Ләззат Әлдибай. Дүпіл басып қолдап отырыңыздар. Ұзын қыпшақ Шашанбай соғым соярдың алдында жылқысын аралап, тебіндікті көзімен көріп, шөптің түбінде сірке, мұз жоқ па, соны жыл сайын бақылап отырады екен. Шашанбайдың осы мінезін білетін, өзімен өшпенді болған ұрылар, оның жылқыға келуін аңдып жүріп, атып түсіреді. Күн ала шаңғыт боран, із басылы бүрдесін қар жылжып жатыр. Байдың денесін өзеннің жылымына тастап, өздері бой тасалап тайып тұрған ұрыларды ешкім көрмей де қалады. Шашанбайдың аты ауылға келісімен-ақ жігіттер атқа қонады. Күн батып, ымырт үйіріліп кеткен. Дыбыс та көрдім білдім де жоқ. Арада ай өтті, хабар жоқ. Шашанбай хабарсыз кетеді. Арғын Қазыбек би Шашанбай үйіне келіп отырып, қалайда Шашекеңді табуымыз керек. Егер өзі табылмаса, өлтірушіні табуымыз керек. Шашанбайдай арсыз азаматтың із-түссіз кетуі мүмкін емес. Ол үшін осы елден 2 жансыз жібереміз дейді. Қазыбектің ақылымен елден шығарылған 2 жансыз қайыршы болып, ел аралағалы 3-ші жыл. Бір жылы жаз шыға күннің шығысына кеткен қайыршы жансыз ақ тақырға асық ойнап жатқан көп балаға келеді. Балалар 2 топқа бөлінген, 5 табан ойынын ойнап жатыр. Келген қайыршыға да қарайтын емес. Әбден асықтың қызығына түсіп алған. Бір кезде орта бойлы, жалпақ бас, шегір көз қара бала тұрып, ұзынша келген шикіл сары балаға: «Әй, сақаңды қайта қой, мен сенің сақаңды Шашанбайша атып құлатамын» демесі бар емес пе? Құлағына Шашанбай деген сөз деген қайыршы дорбасынан 2 тілім нан алып, бір балаға беріп, онан 2-3 асық алып ойынға араласады да, жаңағы сөзді айтқан орта бойлы, жалпақ бас, шегір көз қара баланың қасына келіп: «Мен де сақаны Шашанбайша атайын» деп оңтайлана түседі. Шашанбайдың құныкерлері Ұлытау бойындағы есімі қазақ даласына түгел жеткен Аққошқар Сайдалы бидің елінде екенін анықтайды. 3,5 жыл іздеп жоқ шетін тапқан қайыршы жансыз еліне Қараша қаз қайта жеткен екен. Бұл хабар Қазыбекке жетіп, сонан Шашанбайдың құнын іздеуде қыс бойы адам іріктеледі. Қазыбек бастаған 17 адам атқа қонып, Аққошқар Сайдалы еліне құмға аттанады. Осы хабарды естіген Тобыл бойының Мыңатыз деген жерінен Танабұға Наурызбай да 16 жасар балаң жігіт бір жеті жүріп, Қазыбек бастаған топқа қосылды. Сәлем беріп, қол ұсынған жас жігіттің көзіндегі отты байқаған Қазыбек өзімен бірге жүруге қарсылық білдірмейді. Ыстық соғып, шөліркеген жолаушылар алдағы ауылдан өздері сусындап, аттарын да тынықтыруға келісті. 7 қанат ақ үйге Қазыбек бастаған жолаушылар жайласып, үй иесімен амандық саулық сұрасып отырғанда, Танабұға Наурызбай жақтан әлде бір нәрсенің пырылдағандай, қалыңға түсетін құстың қанат сілкігеніндей дыбыс естіледі. Мұны басқалардан бұрын Қазыбек естиді де 2 көзін Наурызбай жаққа салады. Наурызбай қойнынан томағасын сыпырған бүркіт шаңырақтан шыға береді. Енді Қазыбек 2 көзін бүркітке аударады. Шынында бұл төсін қанатымен сүйетін мұзбалақ па, жоқ арқан бойының қалықтай беретін қара құс па, осыны зерледі. Бүркіт кәдімгі бұлғыр шыңның басына ұя салатын қыранның өзі. Тау басына қалықтап, бұлт көбесін қауырсынымен сөгіп ойнап, қайтадан өзі көтерілген шаңыраққа қарай құйылады. Наурызбайдың қойнына кіргенін Қазыбек көзімен көріп барып, алдында тұрған қымызға қолына апарады. Осыдан кейін жолаушы бала Наурызбайды Қазыбек бауыр басып, қасына жақын тартып жүреді. Аққошқар Сайдалы би Қазыбектің хабарын естіп, жеке үй тігіп, қонақтарын күтімге алады. 3 күн өткеннен кейін Қазыбекті билікке шақырады. Құн төлейтін жақтан Сайдалының өзі билікке шығады. Көп күн салт атпен жүріп, жел соқты болып,
Шаршаған Қазыбек билікке 16 жасар Наурызбайды салады. Үстіне жеңіл-желең шекпен киіп, ішінен белбеу буынып, оған сертке байлаған семсерін іліп, Наурызбайда шыға келеді. Билік жүргізіп отырған төбе би: «Ал, Қыпшақтың құн іздеуші биі, сөйле, кезек сенікі» дегенде, Наурызбай екі көзін Сайдалыға тура қадап: «Мен көп айтпаймын, 7 аталы кедеймін, сөзге жоқ, іске мығым тұқым едік. Менің ағам Шашанбай сізден артық па? Тең бе, кем бе? Аққошқар Сайдалы билігін өзің айт» деп, оң қолын шекпен ішіндегі семсердің құндағына апарыпты. Баланың көзіндегі от пен оң жақ тізесінің астындағы қара қасқа бүркіті, шекпеннің ішіндегі қылыш құндағын ұстап отырған қол қимылын жіті бағып сезе білген Сайдалы қанша сұңғыла болғанымен сәл ойланып қалып: «Шашанбай менен артық еді десем, 6 ердің құнын сұрайсың-ау. Тең еді дегенімде 4 ердің құнына келсесің-ау. Кем еді десем, қанға қан деп басымды ішіңдегі бүкпелімен кесіп түсесің-ау. Сонда анау қара қасқа бүркіт менің басымды алып жерден көтеріледі де Ұлытаудың басына апарып тастайды-ау. Қой, жылқы аяймын деп бассыз көмілер жайым жоқ» деген шешімге келіп, ерден ердің кемдігі жоқ, Шашанбай менімен тең еді депті Сайдалы. «Сөзіңізге құлдық. Сіз кісі қолынан өле қалсаңыз, құныңыз неше ердің құны болар еді? Мен кісі қолынан қазалансам, құным 4 ердің құны болар еді. Олай болса келістім. 1 ердің құнын өзіңе, 1 ердің құнын елге байладым. Қалған 2 ердің құнын қайырыңыз» деп Наурызбай орнынан тұрыпты. Төбе би қол көтеріп, даудың біткенін хабарлапты. Сайдалы өз тобына барғанда жұрт тұрып: «Мұныңыз қалай болды? Шынтақтай кедей баладан жеңілгеніңіз дескенде, ол бала емес, аруағы бар, арқалы ақыл иесі, қарабалық Қыпшақтың ноқта ағасын, Танабұғаның бара-бұра атағын арқалап жүр екен. Сендердің жылқыларыңды аяймын деп, көрге бассыз көмілейін бе? Еріксіз келіссін» деп, 2000 жылқыны келесі күні Шашанбайдың құнына айдатыпты. Тыңдағандарыңызға рахмет.